Видео басталмай жатып рекламаны қарап кетіңдер. Сәлем, сендер менің арнама подписаться етіп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мен осы канал арқылы өз каналымды жарнамалағым келіп отыр. Бұнда басқа да ойындар және де PUBG-дан анимациялар шығып отырады. Ссылкасы описание. Мен сіздерге рахмет айтайын дегенмін, өйткені мен каналымда 1500 подписчик достар. Енді рахмет. Тағы да 2000-ға дейін жеткізейік, содан кейін конкурс болады. Ал енді осы видео басталады. Менің атым Рома, мен 20 жастамын. Жас болсам да мені 22 рет найзағай соққан. Шынымды айтсам, мен жай адаммын, әлде болғанмын. Мен қыста тұрамын, және де мектепті қызыл дипломмен бітірдім. Жақсы университетке түстім. 18-ге толғаннан кейін бір түрлі заттар болып бастады. Спортты жақсы көретінмін, таңертең жүгіремін, турниктар тартыламын, және де әр түрлі спортпен айналысамын. Тағы да биіктікті жақсы көремін. Мен қорықпаймын, керісінше ұнайды. Ағаштарға, шатырларға шығатынмын. Бір кезде достармен шатырға шыққанда бір түрлі зат болды. Біз шатырдан түнгі қалаға қарап отырғанбыз. Бір кезде найзағай соға бастаған. Біз шатырдан түсе бастадық. Мен найзағайды естідім. Содан кейін талып қалдым. Ауруханада бірақ тұрдым. Дәрігерлер айтты, саған найзағай тиді деп. Және де мен аман қалдым. Менде жара қалды. Міне сүйрет, сені үшін. Интернеттен қарадым, мен сияқты адамдар өте көп екен. 2 айдан кейін мені тосын сый күтті. Сол күні мен таңғы жаттығуға бардым. Таңғы сағат 6-да тұрып жақын жердегі сабаққа бардым. Бір кезде жаңбыр басталды. Содан кейін өзім түсінбедім. Қарасам ауруханада қайтадан жатырмын. Дәрігерлер түсінбей таңғалып тұрған. Мен де таңғалып тұрмын. Мені қайтадан найзағай соқты. Бірақ та жартылай, өйткені мен ағаштың астында жаттым. Бір апта ауруханада жаттым. Қайтадан жарты жылдан кейін найзағай соқты. Ол кезде мен демалып жаттым басқа қалада. Жаңбыр басталды да қайтадан найзағай соқты. Менің ішімде із қалды. Ойлану бастадым. Менде соншалықты жолым болмай ма? Бірақ та мен өлмедім. Сол да жақсы. Осыдан кейін жарты жыл бойы мені найзағай 19 рет соқты. Және де мен әлі тірімін. Әртүрлі жерде болатын. Мысалы, терезе ашсам бам, найзағай. Қайтадан далаға шықсам бам, қайтадан найзағай. Тауға шықтым да қайтадан көп рет найзағай соғады. Соңғы рет 3 ай бұрын найзағай соққан. Келесі соққыны күтіп жүрмін. Ата-анам дәрігерлерді іздеп жүр. Айтайын, бір соққыдан адамдар өледі, ал мен өлмедім. Менің оқиғам туралы не ойлайсыңдар? Комментарийда жазып кетіңдер.